Балақай, күніне сен бір ертегі тыңдауың керек, өйткені сол бір ертектің ішінде неше түрлі қызықтар болады. Бүгін менің саған оқып беретін ертегім әйгілі Ұр-тоқпақ ертегісі. Ерте ертеде, ешкі жүні келтеде, бір шал тұзақ құрып күн көріпті. Бір күні шал тұзағын келіп қараса, қаз түспті. Қазды тұзақтан босатып, бауыздайын десе, қаз: «Сен мені босат, менен сұрағаныңды бір жылдан кейін аларсың», дейді. Шал бұл ұсынысты мақұл көріп, қазды босатып қоя береді. Бір жыл өтеді. Шал қазды іздеп жолға шығады. Жолшыбай жайылып жүрген өңкей түйелер мен қойларды кездестіреді. Бұлар Қазбайдың малы екенін бақташыдан сұрап біледі. Шал: «Қазбай мен іздеген қаз» деп ойлап, Қазбайдың бұдан басқа несі бар деп сұрайды. Қазбайдың 3 жақсы нәрсесі бар. Біреуі, піс қазанын піс десе, әртүрлі тамақ пісіп шығады. Енді біреуі, құс есегім құс десе, алтын құсады. Тағы біреуі, ұр-тоқпағым ұр десе, адамдарды ұра береді, дейді бақташы қарияға. Ғажап екен деп, шал жүріп кетеді. Бір кезде шал Қазбайдың ауылына келеді. Қазбай оны мейман етеді. Шал Қазбайдан піс қазанын сұрап алады. Шал қазанды алып, үйіне келе жатса, бір жерде асық ойнап жатқан балалар оның асқа түсуін сұрайды. Ол қабыл алады. Үйге кіріп бара жатып балаларға: «Шырақтарым, піс қазанын піс демеңдер», дейді. Балалар тыңдасын ба? Піс қазанын піс деп шулап қоя береді. Сол сәтте-ақ әртүрлі тамақ пісіп, даяр болады. Балалар қарияның қазанын басқа қазанмен алмастырып қояды. Шал қазанды үйіне алып барып, піс қазанын піс десе, еш нәрсе піспейді. Шал қазанды алып Қазбайдың үйіне қайта келеді. Бұдан еш нәрсе шықпайды, дейді. Қазбай қазанды алып қалып, шалға есекті беріп жібереді. Шал есекті мініп, үйіне қайтып келе жатып, балалар тағы да оны асқа шақырады. «Шырақтарым, құс есегім құс демеңдер», деп шал үйге кіріп кетеді. Балалар құс есегім құс десе, есек алтын құсады. Балалар есекті айырбастап қояды. Шал есекті үйіне алып келіп, құс есегім құс десе, есек еш нәрсе құспайды. Шал есекті алып Қазбайға тағы келеді. Есектен еш нәрсе шықпады, дейді. Енді шалға Қазбай ұр-тоқпағын береді. Шал ұр-тоқпақты алып келе жатып, баяғы балаларды кездестіреді де асқа түседі. Шал үйге кіріп бара жатып: «Шырақтарым, ұр-тоқпағым ұр демеңдер», дейді. Дәндеген балалар: «Ұр-тоқпағым ұр», дейді. Тоқпақ балалардың әрқайсысын ал кебірсін. Балалар шалға жалынып: «Ойбай, піс қазаныңды, құс есегіңді қайтарып берейік», дейді. Бұны естіген шал піс қазанды, құс есекті қайтарып алып, ұр-тоқпақты қойғызады. Қария қаздың 3 ғажайып нәрсесін алып, үйіне келеді. Сөйтіп, мұратына жетеді.